Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіз. Сіздермен 4-ші кездесуіміз. Егерде сіздер осы уақытқа дейін 20 жыл, 25 жыл ауырып, ақшаны өте көп беріп, денсаулығыңызды жөндей алмай, қаншама поликлиника, больница, врачтарға, профессорларға барып, денсаулықтарыңызды осы уақытқа дейін қалпына келтіре алмасаңыздар, оның өзінің бір құпия сыры бар. Сөйтсай ғылымы осы сұрақтың бәріне толық жауап береді. Бүгін сіздермен ашылатын тақырып Раху планета қалай жұмыс жасайды? Адамдар соның астына дүниеге келгенде қандай энергия бар? Кез келген айдың 4-сі, 22-сі, 13-ші, 31 күні туылған адамдар мистикалық планета Рахудың астына дүниеге келген. Именно осы адамдарға больницада врачтар диагноз қоя алмайды. Неге? Өйткені ол мистический планета. 97% энергия сіздерде мойынға келеді. Сондықтан да идея, пландарыңыз өте көп, сіздер үнемі ізденісте жүретін адамсыздар. Түнде сіздер ұйықтай алмайсыздар. Неге? Өйткені пландарыңыз көп, иә? Планды қоясыз. Кешкі жақын үйге келген кезде сол жоспардың біреуіне де жете алмаған кезде сіздер внутренне күйрейсіздер, күйзеліске түсесіздер. Өздеріңізді танып отырған шығарсыздар. Ол жаман емес, жақсы емес. Ең добрый адамдар бізде мына төрттіктер. Олар қолында қандай дүние бар, соның бәрін толық береді. Бәрін береді. Киімді береді, алтынды береді, ақшаны береді. А сіздерге нені беру керек? Сіздерге ақиқат, білімді беру керек. Сіздер мықты трансформаторсыздар. Адамның санасына трансформация жасап, оларда өзгеріс болып, сіздер сол адамдарды көтеру үшін дүниеге келдіңіздер. Осының алдында да мен айтқамын, тағы да сіздерге айтып бөлісіп кетейін. Юлий Цезарь кезінде осы именно төрттіктерді балалар жаңадан дүниеге келген кезде солардың бәрін түгел өлтіріп тастайды. Не үшін? Олар революция жасамас үшін. Сіздер нағыз революция жасайтын адамсыздар. Не үшін? Өйткені адалдық үшін күресесіздер. Сіздер үшін бәрі толық адал болу керек. Өмірде адалдық жоқ. Адалдық үшін күреспеңіздер. Энергияларыңыздың барлығы сол күреспен ғана сіздер жоғалтасыздар. Егерде біреу сіздерді 10 теңгеге, 100 теңгеге жейтін болса, бітті, сіздер моментально сол моментте точка қойып, ол адаммен бизнеста жасамайсыздар, араласпайсыздар да. Неге? Өйткені сіз үшін ол адал емес. Өздеріңізді танып отырсыздар ма? Минусовой энергияда қандайсыздар? Минусовой энергияда сіздерде қанағатсыздық бар. Азаңмен тұрған кезде сіздерде қанағатсыздық қандай? Мен өзіммен недовольны. Осы уақытқа дейін 45 жасқа келдім, 55 жасқа келдім, жасым 30-ға келді. Қаншама пландар менде болды. Сол планның мен біреуінде орындаған жоқпын. Мен соншама мақсат қойдым, соның біреуіне жете алған жоқпын деп сіздер өздеріңізді жегедей жейсіздер. Тағы да қандай қанағатсыздық бар? Егерде әйел болатын болса, ол дастархан дайындайтын болса, не істейсіздер? 5 адам шақырсаңыздар, 25 адамның дастарханын дайындап тастайсыздар ғой. Содан кейін сіздерде сарапшылық болады. Ол Сөтсай ғылыммен дәлелденген, ол кейс бізде өте көп. Сондықтан да ол солай жұмыс жасайды. Сіздерге плюсқа өту үшін не істеу керек енді? Именно қанағатсыздықтан кету керек та. Тәуба деп айту керек. Энергия сіздердің бастарыңызда 97% болып тұр. Сіздер самый креативный адамсыздар. Денелеріңізді сезбейсіздер. Физикалық тұрғыда ең мықты осы төрттіктер. Егерде ұл болатын болса, жігіт болатын болса, онда олимпийский чемпион болатын мүмкіндік бар да сіздерде. Через креативное мышление дейді ғой. Мына фуд-флористар бар ғой. Төрттіктер, сонан кейін мына дизайнерлар өте көп төрттіктер болады. Редакцияда жұмыс жасайтындар төрттіктер болады. Неге бұл адамдар өте көп ақшаны береді? Содан кейін денсаулықты береді. Өйткені Құдайдың жіберген сіздерге миссиясы бар. Әр адамның осы дүниеге келген кезде өзінің бір атқаратын бір миссиясы бар. Енді сіздерге не жасау керек? Трансформация жасау керек адамдарға. Білсеңіздер де, білмесеңіздер де, білмей трансформацияны жасап қоясыздар ғой. Қалай жасайсыздар? Мен сіздерге қазір кейспен пример ретімен айтайын. Осы бір төрттік қыз бала болған, сонда подружкасы келмейді ма? Жолдас қызы келеді да, менің жаңағы түрім қандай, мен свиданияға бара жатырмын десе, олған жаңа төрттік не деп айтады подружкасы? Түрің сенің жалмауыз кемпірдей деген ғой. Сонымен мына подружкасы 3 ай депрессияда жатады. Төрттіктің тілінде шаншығы бар. Олар шаншып алады да адамдарды, инемен шаншып алғандай. Солай трансформация жасайды. Сонда қараңыз, кейс, ол қыз 3 айдан кейін келген кезде кішкене толығырақ болатын дейді. 3 айдан кейін келген кезде мүлдем мен ана подругамды танымадым дейді. Неге?
Өйткені ол неосознанно трансформация жасап тастады ана подружкасына. Сонда ол ойланып, 3 ай үйінде депрессияда жатып, қой, менің мына дос қызым маған точно айтқан екен, өз-өзімді жөндейін деп, мүлдем басқа адам болып келген ғой, 180 градусқа өзгеріп келген. Мақсатты өте көп қоя бермеңіздер. Сіздерге тек қана бірақ мақсатпен жұмыс жасап үйрену керек. Мақсат көп деген сөз, ол мақсат жоқ деген сөз. Сондықтан да мақсаттың артынан жүгірмей, қанағатсыздық болмай, қанағат не болса да қанағат, осы мақсатты қояйын, осының жетістікке жетейін, содан кейін мен екіншісін ғана бастайын деп, солай ғана сіздер бағыт бағдарламамен жүретін болсаңыздар, міндетті түрде жетістікке жетесіздер. Төрттіктер, қалай сіздерге бүгінгі ақпарат ұнады деп ойлаймын. Комментарий жазып, каналға тіркелгенді ұмытпаңыздар.